Мысты қай кезден бастап қолдана бастады? Адамдар қола өндіруді игере алды ма? Қола дәуірінде адамдар кенді қандай әдіспен өндірді? Қола дәуірінің ерекшелігі қандай? Аталған сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Адамдар мысты қай кезден бастап қолдана бастады? Бірінші, адамдар мысты энеолит дәуірінде қолдана бастады. Бірақ мыс өте жұмсақ болғандықтан оны қатты заттарға қолдану қолайсыз болды. Адамдар қола өндіруді игере алды ма? Адамдар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың басында қола өндіруді игеріп, қоладан тұрмысқа қажетті еңбек құралдарын жасауды үйренді. Ежелгі адамдардың қоладан жасалған құралдарды қолданған кезеңі қола дәуірі деп аталады. Қола табиғатта таза күйінде кездеспейді. Ол негізінен мыс пен қалайының қосындысынан алынады. Мыс пен салыстырғанда қоладан жасалған құралдар қатты әрі берік болды. Ежелгі адамдар мыс пен қалайыны қайдан алған? Мыс кенінің ежелгі орталығы Жезқазған өңірі. Қаныш Сәтбаевтың дерегі бойынша Жезқазған өңірінен 1 миллион тоннадай мыс рудасы өндірілген. Ал Нарым мен Қалба Атасуда қалай өндірілген. Ақжал, Көкшетау, Балажалда алтын өндірілген. Атасу, Қанай, Суықбұлақ елді мекендерінің маңынан қола дәуірінің кен балқытатын орындары табылды. Қола дәуірінде адамдар кенді қандай әдіспен өндірді? Адамдар кенді балқытудың бірнеше әдісін меңгерген. Ең әуелі кенді хайламен қазған. Бұл әдіс омыру әдісі деп аталған. Омыру әдісі Қазақстанда кеңінен тараған. Омыру мүмкін емес болған жағдайда отпен уату әдісін пайдаланған. Адамдар кенді от жағу арқылы қыздырған. Қызған кезде кеннің үстіне су құйып үгіткен. Босаған кенді сыртқа шығарып, балта немесе қайла секілді құралдармен өңдеген. Кен өндірудің тағы бір тәсілі үңгіп қазу. Кеннің астын үңгіп отырып қазып, содан балғамен уатады. Бұл әдіс адамдар үшін аса қауіпті болған. Себебі үңгіп қазылған кезде кен жоғары қабаттан құлап, адамдарды басып қалған жағдайлар көп кездескен. Шахталық әдіспен өндірілген кен жер бетіне шығарылып, сумен тазартылған. Кенді сумен тазарту өте ауыр жұмыстың бірі. Тазартылған кендер балқыту пешінде қорытылған. Балқыту пештерінің жанынан табылған металдан жасалған бұйымдар кен өндірісінің өте жақсы дамығанын дәлелдейді. Металл балқытатын пеш жартылай жердің астына қазып кіргізілген, ал қабырғалары жоғары температураға шыдамды болатындай балшықпен қалың етіп сыланған. Осы сылақтың астынан пештің түбіне қарай өзекше өткен. Пештің қызуын күшейту үшін өзекшеден көрікпен ауа үрлеген. Ерте заманда осындай қиын шаруаның игерілгені ғажап құбылыс. Ежелгі кен өндірісінің құпиялары әлі де толық ашылмаған. Қола дәуірінің ерекшелігі қандай? Ең басты ерекшелігі түсті металдармен алтынды игере бастауы болды. Қоныстардан алтын мен мыстан жасалған зергерлік бұйымдар көп табылған. Тағы бір ерекшелігі қола дәуірінде мал шаруашылығының ерекше қарқынымен дамып, басты шаруашылық саласына айналуы. Мал санының артуы мал шаруашылығының жаңа түрі жартылай көшпелі мал шаруашылығының пайда болуына әкелді. Көшпелілер енді тебіндеп жайылатын қой мен жылқыны өсіруді қолға алды. Үшінші ерекшелігі егіншіліктің дамуы. Адамдар жерді өңдеуде тесе мен кетпенді пайдаланды. Қола дәуірінің егіншілігі теселі егіншілік деп аталды. Қоныстардан қола дәуірінің егіншілікке қолданған еңбек құралдары табылды. Олар орақ, тесе, кетпен, шалғы, келі және келсап. Қыш ыдыстар жасау өнеркәсібі дамып, құмыраның сыртын геометриялық өрнектермен безендірді. Еңбек өнімділігі артып, артық өнім қор жиналды. Қола дәуірінде рулық қатынастар бір жола ыдырап, тайпалық бірлестіктер пайда болды.